Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен заварной белковый крем дайындайтын боламыз. Бұл кремді эклер, профитроли және торттардың сыртын қаптауға, гүлдер жасауға болады және өте оңай дайындалады. Ол үшін біз жұмыртқаның ағуызын бөлек ыдысқа алып аламыз. Ыдысымыз құрғақ болу керек. Газға қоятын ыдысқа құмшекерімізді, суды және лимонный кислота, сіздерде лимон болса лимон шырынын қосуға болады. Біз ол массаны газға астын басып жай отқа қойып қоямыз. Ол газда тұрған кезде біз белогымызды миксерлейміз. Екеуін бір уақытта жасаймыз. Менде 8-9 минутта кетті. Біздің газға қойған сиробымыз ол қайнап және қоймалжың неге ену керек массаға. Біздің белогымыз осындай болып шықты. Енді миксерлі қосып отырып, миксерлей отырып, сиробымызды аз-аздан осылай видеодағыдай құйып шығамыз. Құйып, сол уақытта миксерлеп отырамыз. Негізі техникасын біліп алсаңыздар, өте оңай крем, өте қол жетімді. Біз миксерлеп жатқан кезде массамыз 2 есе көтеріледі, 2 есе ұлғаяды. Аз-аздан қоса отырып, осылай видеодағындай жақсылап миксерлейміз. Сиробымыз біткеннен кейін 3 минуттай, 4 минуттай миксерлейтін боламыз. Массамыз қою, өзінің формасын ұстайтындай болғанға шейін. Біздің креміміз 2 есе ұлғайды. Дайын болған кремді кондитерлік қалташаға салып, оны торттың сыртын қаптауға, профитроли сияқты тәттілерге, эклер сияқты тәттілердің ортасына жағуға өте жақсы барады. Трубочканың ортасына жақсы барады. Осындай формаларға келтіруге өте жақсы барады. Торттың беттеріне гүл жасасаңыздар да өте жақсы үйлеседі. Өте қол жетімді және өте оңай крем. Торт жасайтын болсаңыздар, осы кремді пайдалансаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.